Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы континуум циклін басқару. Берілген үш тілдегі сөздікті дәптерімізге жазып аламыз. Цикл денесі циклдің қайталану шарты ақиқат болғанша орындалады. Бірақ кейбір жағдайларда ағымдағы интеграцияны немесе циклді толығымен қайталау шартын тексермей аяқтауға болады. Бұл жағдайда break және continue операторлары қолданылады. Pythonда continue операторы циклдің орындалу ретін өзгертуге мүмкіндік береді. Continue операторы цикл ішінде ағымдағы интеграция үшін код бөлігін орындамай келесі қадамға көшеді. Цикл аяқталмайды, бірақ келесі интеграция жалғасады. Pythonдағы continue операторының жазылу синтаксисі. Continue операторының блок сызбасы. Оқушылар, енді келесі мына мысалды қарастырып көрейік. Экранға 0-ден 100-ге дейінгі аралықтағы жұп сандарды шығаратын программа жазайық. Range функциясы бізге 0 мен 100 аралығындағы сандарды береді. Жұп сандарды баспаға шығарудың орнына берілген шарт бойынша келесі интеграцияны сан тақ болса ғана жалғастырамыз. Continue операторы келесі кодты орындамай, циклдің келесі интеграциясына өтуді жүзеге асырады. Олай болса, кодты жазып бастаймыз. Ең әуелі Python бағдарламасын ашып аламыз. Файл, жаңа бет. Келесі for циклін жазамыз. Енді шарт қоямыз. Енді нәтижесін көру үшін run батырмасын басамыз және сақтап аламыз. Мысалға есеп 2 болсын. Мінеке 100-ге дейінгі аралықта сандар, жұп сандар экранның бетіне пайда болды. Оқушылар, енді келесі мына тапсырманы орындаймыз. Алдымен мына сұраққа жауап беріңдер. Continue операторы не үшін қажет? Келесі берілген программа фрагментінің орындалу нәтижесі қандай болады? Яғни осы кодты жазып, нәтижесін алып көруіміз керек. Олай болса бастаймыз. Кодымыз дайын болды, енді тексеруге жібереміз. Мінекей, нәтиже пайда болды. Енді бұл жерде қалай орындалып тұр? For циклі арқылы 9-ға дейін жүгіріп өттік және шарт қойдық. Егер ай қадамымыз 3-ке тең болатын болса, онда жалғастыр дедік және нәтижесін шығардық. Бұл жерде 3-ке тең болғаннан кейін 3-ті алмайды, ары қарай жалғастырып, 3-тен кейінгі қадамдарды жалғастырып, нәтижесін шығарып беріп тұр. Оқушылар, енді келесі мына тапсырманы өздерің орындап көріңдер. Берілген код 6-дан басқа 1-ден 10-ға дейінгі сандарды баспаға шығарады. Берілген программа фрагментінде жіберілген қатені табыңдар. Программаның орындалу нәтижесі қандай болады? Жақсы оқушылар, бұл жердегі қателік мына жердегі 2 нүктесінде. Енді осы кодты практикалық тұрғыда жазып көрейік. Кодымыз дайын болды, енді run батырмасын басып, тексеріп көреміз. Бір жолға жазу үшін end параметрін қолданамыз.
нәтижесін аламыз. Мінекей оқушылар, программамыз қатесіз орындалды. Келесі мына тапсырманы барлығымыз бірге орындайық. 0-ден 6-ға дейінгі 3 пен 6-дан басқа сандарды экранға шығаратын программа жазыңдар. Олай болса, кодты жазып бастаймыз. For циклін қолданамыз. Жетіге дейін деп береміз. Және шарт қоямыз. Егер ай қадамымыз тең болатын болса 3-ге, немесе ай қадамымыз тең болатын болса 6-ға, онда continue. Және экранға шығару үшін print ай. Енді нәтижесін байқап көрейік. Мінекей оқушылар, программамыз қатесіз орындалды. 0-ден 6-ға дейінгі 3 пен 6-дан басқа сандарды экранға шығардық. Дәл осылай менімен бірге практикалық жұмысты жасап, нәтижесін алып көріңдер. Оқушылар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңдар.